Қайырлы күн балалар. Бүгін сендер жыл бойы өткен сабақтарыңды қайталайсыңдар. 5-ші тапсырманы жалғастырамыз. Мына өрнектерді оқып көр. Сосын бұл өрнектерді есептемей салыстыруға болатынын байқап көр. Мысал үшін, бірінші өрнекте қосылғыштар бірдей. Қосылғыштардың орны ауысқанымен қосындының мәні өзгермейді деген ережені есіңе түсіретін болсаң, мына екі өрнектің тең екенін білесің. Ал екінші өрнекте қосылғыштар мен қосу амалы мен азайту амалына назар сал. Бірінші қосылғышпен мына екінші өрнектегі екінші қосылғышты салыстыруға болады. Ал қалғаны бірдей мән беретін өрнек болып тұр. Сондықтан оң жақтағы өрнектен сол жақтағы өрнек, әріпті өрнек артық болып тұр. Сен кез келген санды және санды өрнекті, әріпті өрнекті салыстыруды жыл бойы үйренгенсің. Салыстыру таңбасында жақсы білесің. 6-ші тапсырмада есепті мына сызбаға қарап отырып, жанама есеп құрастырамыз. Қызы 8 жаста. Міне қызының 8 жаста екенін моделін көрсетіп тұр. Ол анасынан 4 есе жас. Мына сызба модель көрініп тұр. Анасынан 4 есе жас болса, анасының жасын табу үшін біз 8-ді 4-ке көбейтеміз. Демек, бұл қыздың анасының жасы 32-де екен. Мына суретке жақсылап зер сал. Суретті зерттеп көр. Неше кесінді бар, неше түзу бар, неше сәуле бар деп сұрап тұр. Сен кесіндіні, түзуді, сәулені қалай сызылатындығын есіңе түсір. Және оларды белгілену бойынша жазып көр. Мысалы, мына суретте кесінділер А, Б кесіндісі, А, С кесіндісі, С, Б кесіндісі және С, К кесіндісі, сосын С, Е кесіндісі, міне, және Е, К кесіндісі бар. Кесінді деген бір түзудің бойынан, екі жағынан кесіп алған бөлікті айтады. Енді түзулерді қарайық. Түзу деген ол екі жағына да қалағаныңша созуға болатын түп түзу сызық. Мына суретте түзулер 1 түзу, 2 түзу және 3, 4 түзу бар. Мынау А түзуі, мынау Б түзуі көк, сосын К астында жатыр және Е оған параллель жатыр. Әрі қарай сәулелерді іздейміз. Сәулелерді іздеу үшін нүктелерді санайсың. 1, 2, 3, 4, 5 сәуле бар ма? Демек, А, әр нүктеде тұрған әріптер сол сәуленің атауы болады. А сәулесі, Е сәулесі, С сәулесі, К және Б сәулесі бар. Сәуле деген бір нүктеден таралған түсу. Ол бір бағытта ғана созуға болады. Ал кесіндіні екі жақ қарай сен соза алмайсың, өйткені ол кесіліп тұр. 8-ші тапсырма. Үш бұрыштың, шаршының, тіктөртбұрыштың, дөңгелектің модельдерін және олардың бөліктерінен композициялар құрастырасың. Композиция деген белгілі бір мағына беретін суреттердің жиынтығы. Ол композицияға тақырып қойып, мәтін құрастырып жіберуге болады. Мысалы, үш бұрыш, дөңгелек, төрт бұрыш, мынау тіктөртбұрыш, тік емес төртбұрыштардан сен шаршыларды қолданып отырып, міне мынау пойыз жолын, рельсті, бағдаршамды құрастыруға болады. Немесе қаладағы өз аулаңды құрастыруға болады. Әуеде ұшып баратқан ұшақтар мен тікұшақтарды құрастыруға болады екен. Әрі қарай сен кесте толтырасың. Мына кесте қандай мағына беріп тұр? А бізде тіктөртбұрыштың ұзындығы, Б ені, мынау А қосу Б қандай мағына береді? П периметр деген мағына береді. Демек, біз
кестені толтыратын болсақ, ұзындық пен енін қосамыз. Демек, мына кестеде 7 метр болады. Периметрдің формуласын еске түсіріп отырып, ұзындық пен енін қосып, 2-ге көбейтіп, периметрдің 14 метр екенін толтыруға болады. Және әрі қарай түсінікті болу үшін біз тіктөртбұрыштың периметрін тауып көреміз. Периметрді табудың бірінші тәсілі, екінші тәсілі және мынау үшінші тәсілін сен есіңде сақтап ал. Балалар, сендер осы сабақта жыл бойы өткен сабақтарыңды қайталап еске түсірдіңдер. Ал сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық.